Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Мен бүгін сіздерге әдебиеттік оқу 2 сыныпта дайындаған слайдымды презентация жасамақпын. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Сонымен сіздердің алдарыңызда менің әдебиеттік оқуға дайындалған слайдым. Бүгін әдебиеттен өтетін тақырыбымның аты менің киімдерім, көйлек хикаясы Асылбек Абдрахманның өлеңін оқуымыз керек. Бүгін сабақта біз бөлім өзім туралы деген бөлімді өтіп жатырмыз. Осы тақырып бойынша бізге берілетін оқу мақсаты кейіпкерлердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Және екінші оқу мақсатымыз өз ойы мен сезімдерін тірек сөздер арқылы пайдаланып жеткізу. Мәтінді өтіп сабақ өтіп болғанда барлық оқушылар оқыған мәтіннің мазмұнын түсінеді, кейіпкердің іс-әрекетіне жақсы не жаман деп бір ауыз сөзбен баға бере алады. Оқушылардың басым бөлігі оқыған өлеңнен дәйектер келтіре отырып, кейіпкердің іс-әрекетін өз тұрғысымен, өз түсінігімен бағалайды, қорытынды жасайды. Кейбір оқушылар берілген тірек сөзді пайдаланып, кейіпкерге хат жазады, өз ойын түсінікті дұрыс жеткізеді. Ал енді сабақтың кезеңдеріне келетін болсақ, әдеттегідей ұйымдастыру кезеңі. Үй тапсырмасын сұраймын. Үйге менің сүйікті тағамым деген тақырып, қор деген өлеңді оқуға берілгенмін, соны қайталап аламын. Және жаңа сабақтың тақырыбын ашу үшін мен дидактикалық ойын ұсынамын. Ойынның аты қуыршақты киіндір деп аталады. Сіздер көріп отырғандай, мен қуыршақты балаларға суретін шығарып алып келіп берем деп отырмын. Және оған қуыршаққа киіну үшін бірнеше киімдер дайындап алып келемін. Менің сыныбымда ұл балаларға қарағанда қыз балалар өте көп, сондықтан мен қыз бала қуыршақты киіндіру алдым. Негізінде ұл баланың да киімін таңдауға болады. Бұл жерде балалар мына киімді кигізіп көріп, қыз баладан үстінен сұрайды: балалар, мына киімді қайда киіп баруға болады? Тойға. Мына киімді қайда киюге болады? Күн жылы күні киюге болады. Шалбар, кеудесіне топик дейміз, немесе футболканы киіп қай жерге баруға болады? Серуендеуге баруға болады, саябаққа баруға болады, киноға баруға болады, ойынға баруға болады. Тағы сол сияқты әр киімді киген кезде балалардан сұраймыз: балалар, бұны қай жерге киіп баруға болады деп сұрап отырамыз. Міне осылай сабақтың тақырыбын ашып аламыз. Балалар өздері де біледі, бүгін біз киімдер туралы өтеміз деп. Және балаларға өздеріне мәтінді оқытамын, сөздік жұмысын жүргіземін. Бөгелек, ебелек деген сөздердің мағынасын ашамыз. Бұдан ары осы мәтінді балаларға түсінгенін бекіту үшін ең негізгі жұмыс сұрақ жауап жүргіземін. Сұрақ жауап үшін мен балаларға бірнеше сұрақ қоямын. Ал енді қараңыздар, мен сұрақтарды бірінен кейін бірнешеуін оқып шығайын. Қандай сұрақтар қоямын? Өлеңдегі кейіпкердің аты кім, балалар? Оны ақын неге теңейді? Арман қай кезде үйге оралады екен? Арманның үйге келген кезін суреттеп беріңдерші. Көйлегіне не болған Арманның? Көйлегіне не болды дегенге Арман не деп жауап берді? Мәтіннен тауып оқыңдаршы. Енді естеріңізде болса, құрметті мен оқырмандарым, біздің оқу мақсатымыз кейіпкердің іс-әрекетіне баға беру болатын. Осы жерде біз топ болып ұжымдық жұмыс жасаймыз. Кейіпкердің іс-әрекетін қалай бағалайсыңдар деп балалардың бәрінен сұрап шығамыз. Бұл жерде шамасы өте жақсыға келетін балада, кішкене оқу кішкене деңгейі төмен балада өз шама шарқынша осы сұраққа жауап береді. Одан кейінгі жүргізілетін жаңағы ұжымдық жұмыс болса, енді топтық жұмыс жүргіземін. Бірінші топқа киімдерді топтастыру деген тапсырма бар, 32-ші бетте, соны беремін. Екінші топқа пай-пай деген өлең бар. Бұл жерде мадақтама деген не екенін біледі, баланы не үшін мақтау керек екенін түсінік алады, соны өз ойларын айтып береді. Екінші топ, бұлар жаңағы оқушылардың басым бөлігі деген. Және кейбір оқушылар кейіпкерге хат жазады. Мен оларға тірек сөздер беремін. Мұның дұрыс болмады, кір жуады, таза жүру, әдепті болу, жақсы әдеттерді үйрену деген сияқты сөздер беремін. Бұл кейіпкерге хат деген тапсырманы орындайтындар ерекше балалар, оқу деңгейі өте жоғары, тапсырманы орындай алады деген балаларға 5 минуттың ішінде осындай тапсырма орындауға беремін. Және сабақтың соңында топтық жұмысты
әр топ, бірінші, екінші, үшінші топ сынып алдына шығып қорғайды. Оны отшашу арқылы бағалатамыз. Және сабақтың соңында кері байланыс рефлексия жасаймын. Балаларға стикер таратып беріп, балалар өз ойларын, сабақ бойынша ойларын жазады және мына көйлектің жан жағындағы дөңгелекшелерге әкеліп стикерді қыстырады. Міне, құрметті менің оқырмандарым, әріптестерім, сіздерге мен осындай сабағымды презентация жасадым. Тәжірибелеріңізге пайдаланып көріңіздер, маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.